Наймандар қазақ және басқа халықтардың құрамына кірген ең ұлы және кең тараған түркі ұрпақтарының бірі. 8 Оғыз Наймандардың тайпалар одағы 8 ғасырдың ортасынан бастап белгілі болады. 8 Оғыздар Ханғай мен Тарбағатай алқаптарын иемденіп, Ертіс пен Орхон өзендерінің маңайында мекендейді. 744 жылы екінші түркі қағанаты ыдырайды, оның орнына жаңа мемлекет ұйғыр қағанаты немесе үшінші түркі қағанаты құрылады. Оны Оғыз ұрпағы Яғлиқар басқарады. 755 жылы Қаған Маянчур егіз оғыздардан тұратын Қара Ертістен батыс Манчжурға дейін созылған үлкен мемлекетті құрып, түркі тайпаларын біріктіреді. 755 жылы Қытайда азаматтық соғыс басталады. Тан династиясының Қытай императоры Маянчурдың көмегіне жүгінеді. Қытайдағы азаматтық соғыс 10 жылға созылады. Қытайдағы түркі ұйғырлардың араласуы көтерілісті басумен аяқталады. Туындаған эпидемия миллиондаған қытайлардың өмірін жайлайды. Қытай құлдырайды. Халықтың өлімі орасан зор болады. Халық санағы бойынша 53 миллионнан 17 миллион адамға дейін азаяды. Яғни 36 миллион адам шығыны орын алады. Көтерілісті басу үшін Қытай ұйғыр қағанатына жыл сайын 20 мың кесек жібек мөлшерінде орасан зор салық төлейді. Қағанат байып, сауда-саттық дами түседі. Ұйғыр қағанатында өзінің жазбасы ұйғыр немесе ескі найман әліпбиі болады. Бұл ұлы империя болатын. 840 жылы қағанатта шиеленісті саяси дағдарыс орын алады. Табиғат апаттарының, малдардың қырылуы және қағанат ішіндегі қақтығыстардың салдарынан қағанат әлсірей бастайды. Елге қырғыздар басып кіреді. Нәтижесінде мемлекет ыдырайды. Оғыздардың бір бөлігі оңтүстік бағытта Тибетке қарай көшеді. Онда олар Ганчжоу князьдығын құрады. Оғыздардың басқа бөлігі де оңтүстікке қарай көшіп, Турфан князьдығын құрады. Қалған бөлігі өз мекендеген жерінде қалады. Болашақта олар наймандар мен керейлер деп аталады. Олар 10 ғасырда мемлекеттерді біріктіріп, жаңа мемлекет құрады. Парсы тарихшысы Рашид ад-Диннің мәліметі бойынша 1003 жылы жазылған жазбалар жинағында наймандар мен ұйғырлар ұйғыр қағанаты кезеңіндегі өз ұрпақтары туралы жақсы білгендігі көрсетіледі. Найман хандары мен ұйғыр көпестері мемлекеттің ыдырағанына 300 жыл өтсе де өте жақын туыстық қатынасты сақтайды. 10 ғасырда орталық Азияға оңтүстік Қытайда жаңа Ляуа мемлекетін құрған Қидан деп аталатын тұңғыстар халқы басып кіреді. 10 ғасырда наймандар Ляуа империясымен тіке тіреске барады. Қидан тұңғыстар наймандарды 8 оғыздар деп атайды. Бұл тұңғыс тілінде 8 ұрпақ дегенді білдіреді. Кейбір тарихшылар наймандар деген атау моңғолдардан тараған деп қателеседі. Дегенмен 10 ғасырда моңғолдар халқы мүлде болмаған. Қазақ зерттеушісі Марал Томпиевтің мәліметі бойынша барлық көшпенді қытайлар ұлы Қытай қорғанның солтүстік бөлігінде өмір сүрген түркілер мен тұңғыстарды Менгу деп атайды. Бұл қара ниеттілер деген мағынаны білдіреді. Бұл ұлттық емес, керісінше саяси термин болып табылады. Бүкіл ұлы дала аумағында сауда-саттық жүргізген ұйғырлар Могул деген атауға өзгертеді. Бұл Рашид ад-Диннің жазбалар жинағында көрсетілген Шыңғыс ханның жаулап алу кезеңіндегі бүкіл түркі тайпаларынан тарайды. Ресей аудармашылары Қытай тілінен Менгу терминін ұлттық деп, моңғол терминіне қате аударады. Осылайша бүкіл тарих әлемін адастырады. Шыңғыс империясында түркілер басым көпшілік халық санын құрайды. Моңғол халқы 16 ғасырда соғыстан кейін халық саны жойылған Моңғолия аумағына түркі халқын ассимиляциялаған орман тұңғыстары көшкеннен соң қалыптасады. Орыс жазбаларында моңғол термині 13 ғасырда болмаған, керісінше татарлар термині көрсетіледі. Ляуа Ши Қидандар династиясының жазбаларында наймандар мен керейлер батыс және шығыс Дзюба деп атап көрсетіледі. 10 және 11 ғасырлар бойы наймандар Ляуа империясымен кезекті жеңістермен тұрақты шайқасады. 984 жылы наймандар қидандардан жеңіліске ұшырайды.
1069 жылы Наймандар қидандарды талқандайды. 1092 жылы Наймандар қидандардан жеңіліс тауып бітімгерлік жасайды. Рашид ад-Диннің жазбалар жинағында шамамен 11 ғасырдың екінші жартысында Қадыр бұйрық хан басқарған Текін тайпасының наймандары өмір сүреді. Олар үлкен әрі күшті тайпа болады. 1125 жылы Ляуа қидандар империясы құлдырайды. 1143 жылы Инанч білге Бүку хан Наймандар ханы болып атанады. Ол Наймандардың өзінің ағасы Нарқыш Таянмен бірге басқарады. Хандық батыс Монғолиядан шығыс Қазақстанға дейінгі аумақты мекендейді. 12 ғасырдың соңында Наймандар күшті көшпелі мемлекет құрады. Наймандардың өзінің жазбасы ұйғыр немесе ескі найман әліпбиі болады. Басқару аппараты, салық жүйесі жақсы жұмыс істейді. Ханның барлық жарлығы алтын мөрмен куәландырылады. Наймандар әскері ондық қағидат бойынша құрылады. Ондық, жүздік, мыңдық және басқалар. Наймандардың дүние танымы тәңіршілдік болады. Ұлы Құдай Тәңірге табынады. Бұл адамның іс-әрекетіне негізделген әлемге деген көзқарас жүйесі. Бұл адам мен табиғаттың, адам мен қоғамның үйлесімі. Көшпенділер арасында дауласу өте сирек болған. Олар достық қатынаста өмір сүрген. Найман мемлекеті ата-бабаларының заңдары іспеттес ежелгі түрі заңдарына бағынған. Мал ұрлау, қастандық жасау, өзгенің әйеліне көз салу сияқты қылмыстар өлім жазасымен жазаланған. 1007 жылы наймандар мен керейлер саяси тұрғыда христиан миссионерлерінің әсерімен несториандық сезімдегі христиандықты қабылдайды. Ол небәрі бірнеше ұрпаққа ғана жалғасады. Сондықтан наймандар мен керейлердің психологиясында өз ізін қалдыра алмайды. Наймандар көшпенді мал шаруашылығымен, аң шаруашылығымен айналысады. Жеңіл жиналатын киіз үйлерде өмір сүріп, дөңгелекті арбаларды пайдаланады. 1190 жылы Наймандардың ханы болып өзінің ағасы Бұйрық ханмен бірге басқарған Таян хан сайланады. Ағайындылардың арасында араздық туындап, бір-бірімен қастық қатынаста болады. Сондықтан Наймандардың бір бөлігі Таян ханмен, ал қалған бөлігі Бұйрық ханмен көшіп жүреді. 12 ғасырдың соңында болашақ ұлы жаулап алушы Темүжіннің ықпалы күшейеді. Ол түркілермен аралас түркі тұңғыс көшпенді тайпаларын біріктіреді. Ұлы дала билігін орнату үшін ол керейлер мен наймандардың бағынуын қолға алады. 1203 жылы Темүжін керейлер ханы Уан ханды құлатады. Ендігі күшті қарсыласы Найман хандығын құлатуды ойлайды. Мың 1204 жылы Темүжін мен Таян хан арасында Алтайдың Хангай тауларының бөктерінде шайқас басталады. Таян ханның бауыры Бұйрық хан бұл шайқасқа араласпайды және қол ұшын созбайды. Нәтижесінде наймандар жеңіліске ұшырап, Таян хан шайқаста қаза табады. Қоршауда қалған наймандарға тұтқынға берілуін сұрағанда, олар наймандар тұтқынға берілмейді деп жауап береді. Нәтижесінде түгелімен қаза табады. Наймандардың әскері өте жігерлі, қайратты болғаны соншалық, олардың тұтқынға берілгенше шайқаста қаза табу басты қағидасы болып саналады. 1206 жылы Бұйрық хан Темүжін ханнан жеңіліс табады. 1206 жылы Құрылтайда Темүжінді ақ киізде көтеріп, бүкіл ұлы даланың ханы етіп сайлайды. Ол Шыңғыс хан деген жаңа тауға ие болады. Наймандардан тапқан жеңіс Шыңғыс ханға әлемді жаулап алуға жол ашады. 1210 жылы солтүстік Қытайды, кейін басқа елдерді жаулап алады. 1206 жылы Таян ханның ұлы Құшлық хан қазіргі Шығыс Қазақстан аумағы мен Ертіс өзенінің ағысы Бұқтырма өзенінің жағасында Шыңғыс ханның әскерінен жеңіліс тауып, қазіргі Қазақстанның оңтүстік шығысына қарай ауысады. Наймандардың бір бөлігі Алтайда қалып, Шыңғыс хан империясының құрамына кіреді. Оңтүстік Қазақстанда Қара Қытай мемлекетін Хорезм шахпен шайқасқан
Қара Қытай династиясы басқарады. Қара Қытай қиын саяси жағдайда болады. Қара Қытай билеушісі Гурхан Құшлық ханнан көмек сұрайды. Құшлық хан өзінің әскерімен Қара Қытайларға келіп, Қара Қытай мемлекетінде төңкеріс жасайды да 1211 жылы билікті жаулап алады. 1213 жылы Гурхан қайтыс болғаннан кейін Құшлық хан жаңа мемлекет құрып, Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның толық құнды билеушісі атанады. Шыңғыс хан 1218 жылы бұрынғы қарсыластың күшейгенін көріп, оларға Жебен Оянның басшылығымен өз әскерін жібереді. Құшлық хан қайтадан жеңіліске ұшырайды да, Жебен Оянның қудалауынан кейін Бадахшан аумағында қаза табады. Осылайша 200 жыл бойы билеген Найман хандарының династиясы аяқталады. Кейін Наймандар Шыңғыс хан империясына қосылып, Шыңғыс ханның жаулап алу жорықтарына белсенді қатысады. бір мың 1220-1223 жылдары Наймандар Шыңғыс ханның қолбасшысы Жебен Оян мен Сүбедей Баһадүрдің солтүстік Иран, Кавказ арқылы оңтүстік Орыс даласына бет алған әйгілі жорығына қатысады. 1223 жылы көктемде Жебен мен Сүбедейге қарсы біріккен Сары Қыпшақтар мен Орыс князьдерінің 80 000 әскері шабуыл бастайды. Орыс әскерлерінің құрамында 15 князь кіреді. Жебен мен Сүбедей әскері шамамен 25 000 адамнан тұратын 3 түменнен құралады. Олардың әскерінің жартысын Наймандар құрайды. 1223 жылдың 31 мамырында Қалқа өзенінде шайқас басталады. Жебен мен Сүбедей біріккен Орыс және Қыпшақ әскерін бүркеме шегініспен далалыққа алып келіп, кенеттен тойтарыс жасайды. Нәтижесінде Орыс әскері түгелімен жеңіліс табады. Шамамен бүкіл Орыс әскері мен князьдері қаза табады. Новгородтық шежіреші бүкіл Русь қалалары мен ауылдарында қайғы қасірет пен зар жылау орын алады деп жазады. 1256 жылы Наймандар Шыңғыс ханның немересі Құлағынның таяу шығыстағы жорығына да қатысады. 1258 жылы Бағдатты жаулап алып, Илхан Құлағиттер мемлекеті құрылады. Құлағының Найман руынан тараған Кет Бұға қолбасшысы болады. Құлағы ханның бұйрығы бойынша Кет Бұғаға Сириядағы Дамаскты, кейін Египетті жаулап алу тапсырылады. 1259 жылы Кет Бұға 20 000 әскерімен Сирияны жаулап алуды бастайды. Ол кезеңде Египетті түркі мамлюктер династиясы басқарады. Мамлюктер әскері Кет Бұғаға қарсы шығады. 1260 жылдың 3 қыркүйегінде Назарет қаласының маңындағы Айын-Жалутте мамлюктер мен Кет Бұға әскерінің арасында шайқас басталады. Кет Бұға әскерінің құрамында түркілер, сонымен қатар грузиндер мен армяндар отряды болады. Түркілер түркілермен шайқасады. Кет Бұға бұл шайқаста жеңіліс табады. Оның әскері кейін шегініп қаша бастайды. Кет Бұға ерлікпен соңына дейін шайқасады. Алайда тұтқынға түсіп, мамлюк сұлтаны Кутузға тапсырылады. Кет Бұға Кутузбен батыл сөйлеседі. Сол үшін де ол өлтіріледі. Наймандар естелігінде Кет Бұға өзінің әскери антын бұзбаған ұлы қолбасшы ретінде есте қалады. Қазақстанның Жезқазған қаласында Кет Бұғаға арнап ескерткіш тұрғызылған. бір мың 236 жылы Шыңғыс ханның немересі Бату Волга Болгариясын, Қыпшақ даласын және Орыс князьдігін жаулап алу үшін батысқа қарай жорыққа шығады. 1236 жылы Волга Болгариясын жаулап алады. 1238 жылы Бату бір қатар Орыс қалаларын басып алып, Рязань князінің әскерін талқандайды. 1240 жылы Киевті жаулап алады. Орыс князьдығы 250 жыл бойы татарлардың вассалды тәуелділігінде болады. Бату ханның әскеріне бірнеше ондаған түркі көшпенді халықтары кіреді. Оның ішінде ең ірісі керейлер, наймандар,
қыпшақтар, жалайырлар, қоңыраттар және басқа да рулар. Наймандар Бату ханның 1/3 бөлігін құрайды. 1242 жылы Бату хан Еділ өзенінде Алтын Орда жаңа мемлекетін құрады. 14 ғасырдың бірінші жартысында Өзбек хан тұсында Алтын Орда ұлы мемлекетке айналады. Қалалар, жолдар салынады, сауда-саттық жақсы дамиды. Өзбек хан тұсында көшпенді халықтың исламға өтуі басталады. Тәңіршіл көшпенді халыққа қысымшылық басталады. Наразылық білдірген түркі көшпенділер оларды құшақ жая қарсы алған Мәскеу және Литва князьдығына ауысады. Литва және орыс халқы жаңа әскерге толығады. 14-15 ғасырларда Алтын Орданың ыдырауы басталады. Көшпенділердің Литва мен Руське көшуі күшейе түседі. Мәскеу князьдығында татарлар православие дінін қабылдап, жаңа отанда әскери қызметін атқарады. Мәскеу князьдары татарларға жерлерді үлестіреді. Сондай-ақ олар орыс дворяндығының құрамына кіріп, жаңа отанда адал қызмет етеді. Татарлар Мәскеу князьдығының саяси өміріне белсенді араласады және орыс мемлекетінің кейін Орыс империясының құрылуына да белсенді қатысады. Тарихшылардың деректері бойынша орыс дворяндығының 35-40% түркілер мен татарлар қамтыған. Академик Николай Басковтың деректері бойынша орыс дворяндығының 300-ден астам ұлы қайраткерлері түркілер тегінен болған. Бұл Кутузовтар, Ушаковтар, Юсуповтар, Урусовтар, Карамзиндер, Мининдер, Пожарскилер, Тургеневтер және басқалар. Алтын Орда ыдырағаннан кейін наймандар Үлкен Орданың, Қазақ хандығының, Қырым хандығының, Астрахань хандығының, Сібір хандығының құрамында болады. Кейін наймандар Казань татарларының, Қырым татарларының, Ставрополь және Солтүстік Кавказ ноғайларының, башқұрттардың, Сібір татарларының құрамына кіреді. Қазақстанда өмір сүретін наймандар Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ұлыс құрамына, кейін Жошы ханның, Бату ханның ұлдарының және Орда жиенінің және Алтын және Ақ Орда құрамына кірген. 15 ғасырда наймандар Қазақ хандығының құрамына кіреді және олардың көптігіне байланысты Қазақ хандығының саяси өміріне белсенді араласады. 1723 жылы қазақ халқын зор шығынға алып келген қазақ жеріне жоңғарлардың басып кіруі басталады. Наймандар жоңғарлармен және Волга қалмақтармен болған барлық ұрыстарға қатысады. 1757 жылы наймандар басқа қазақ руларымен бірігіп, Шығыс Қазақстан аумағын жоңғарлардан босатуға қатысады. Осындай шайқастар қазақ халқының әйгілі батыры Қабанбай батыр, Ақтамберді жырау, Еспенбет батыр, Шынқожа батыр, Барақ батыр, Марка батыр, Көтен-Тауып, Бұғыбай батыр сияқты батырлардың басшылығымен өтеді. Найман рулары Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының аумағында өмір сүреді. Бұл Қаракерей, Матай, Садыр, Төртұл, Бұра, Сарыжомарт рулары. Қарағанды облысында Бағаналы, Қызылорда облысында Балталы рулары өмір сүреді. Қазіргі кезде Қазақстанда шамамен 3 миллион наймандар өмір сүреді. Әлем бойынша жалпы наймандар саны шамамен 5 миллион адамды құрайды. Сонымен қатар наймандар Қытайда, Өзбекстанда, Ресейде, Моңғолияда және басқа да елдерде мекендейді. Наймандар 13-14 ғасырларда Шыңғыс ханның ұлыс ұлы Үгедей құрамында, 13 ғасырда ұлыс Жошы хан құрамында болады. Сонымен қатар наймандар 14-15 ғасырларда Тимур империясының құрамында, 15 ғасырда көшпенді өзбектердің Әбілхайыр хан мемлекетінің құрамында, кейін Әбілхайыр ханның ұрпағы Шейбанид хандығының құрамында болады. Наймандар Орта Азия мемлекетінің саяси өмірінде орасан зор қызмет атқарады. Наймандар Тимурдың Иран, Үндістан, Сирия мен Алтын Орда ұлы жорықтарына қатысады. Тимурдың қолбасшыларының арасында Темір Қожа, Ақбұға, Еркебұлан және де тағы басқа наймандар болған. Наймандар өзбек халқының құрамына, сонымен қатар түркмендер, ұйғырлар және қарақалпақтар құрамына кіреді.
20 ғасырдың басында өзбек наймандар қазақ наймандарына жақын өкіреш наймандар, бағаналы, балталы, қара наймандар болып 17 руға бөлінеді. Ауғанстанда наймандар Шыңғыс ханның жаулап алған кезеңнен бері өмір сүретін түркі халқының хазайыршілер құрамына кіреді. 14 ғасырдың бірінші жартысында Алтын Орда ханы өзбек ислам тану саясатын жүргізе бастайды. Алтын Орданың негізгі халқы тәңіршіл түркілер болады. Олар тәңірі Құдайға бағынады. Өзбек ханның саясатына наразы болған татарлар өз мүліктерін алып, тұтас руларымен және ауылдарымен Мәскеу және Литвия князьдығына көшеді. Бұл дайын әскери күш болатын. Түркі татарлардың көшуі ұлы Литва князі Витольдтың басқаруы кезеңінде орын алады. Түркілер Литва князінен жер алып, әскери қызметке араласады. Алтын Орданың ыдырауы күшейген сайын, түркілердің Литва және Мәскеу князьдығына көшуі де күшейе түседі. Татарлар 16 ғасырда Польша және Литва князьдығын біріктірген Реч Посполита тарапынан болған барлық шайқастарға белсенді араласады. Татарлар 1410 жылы Польша Литва әскерлерін біріктірген Тевтон орденінің крест егерлерімен болған әйгілі Грюнвальд шайқасына да қатысады. Бұл шайқаста крест егерлері тойтарысқа ұшырайды. Реч Посполитада өмір сүрген татарлар 6 тайпалы руларға немесе харугвилерге бөлінеді. Бұл наймандар, барындар, жалайырлар, қоңыраттар, қошындар және ұландар болып табылады. Алтын Орда сұлтандары мен мырзаларының ұрпақтары Польша мемлекетінің шляхта құқықтарын пайдаланады. Екінші топты қазақ татарлары құрайды. Бұл қарапайым әскерлер болып саналады. Олар әскери, тасымалдау, жеткізу, күзету сияқты қызметтерді атқарады. Үшінші топқа әскери тұтқынға түскендердің ұрпақтары қала татарлары кіреді. Татарлар мұсылман дінінің жолына түседі. Татарлардың бір бөлігі христиандықты қабылдайды және Польша шляхтасының толық құқығына ие болады. Польша татарларының әйгілі тайпасы 1410 жылы Литваға көшіп келген қырымдықтар наймандардан тарайды. Карийский, Панарский, Палтажатский сияқты және ата-бабалары найман харугвайларында қызмет еткен басқа да Польша дворяндықтары да найман тегінен тарайды. Татарлар Реч Посполита жаңа отанында Литва князьдығына адал қызмет етеді және осы елдердің тарихында өз ізін қалдырады. Польша королі татарларды король гвардиясына қабылдайды. Реч Посполитадағы татарлардың князь тегі бұл Вишневецкий, Асанчуковичи, Бартынский, Юшинский және басқалар Польша тарихында қалады. Польша ыдырағаннан кейін 18-19 ғасырларда татарлар 1830 жылы Польшаның бостандығы мен еркіндігі үшін поляктардың көтерілісіне, 1863-1864 жылдары Ресей империясына қарсы шайқасқа белсенді қатысады. 19 ғасырда бірнеше ондаған татар генералдар және аға офицерлер Ресей әскерінде қызмет етеді. Сәйкесінше бұл татарлардың 500 жылдық тарихын ұмыттырмайды және онымен мақтан етеді. 1929 жылы Польша зерттеушісі Станислав Дзядулевич Польша татарларына арналған елтаңба жасап шығарады. Онда мұсылман және христиан дінін ұстанған 600-ден астам татар рулары көрсетілген. 1939 жылғы 1 қыркүйекте неміс әскерлері Польшаға басып кіреді. Сол уақытта татар ұландарының эскадроны алдыңғы шепте немістермен шайқасқа түседі. Ұлы жаулап алушы Тимурдың шөбересі Бабыр 1519 жылы Үндістанды жаулап ала бастайды. 1526 жылы Бабыр ұлы Моғолдар империясын құрып, Дели және Агру қаласын басып алады. Моғолдар деп түркілерді атаған. Ұлы моғол жауынгерлері әртүрлі түркі тайпаларынан құралған. Олардың ең ірісі наймандар, керейлер, жалайырлар, дулаттар, қаңлылар, қыпшақтар, арғындар және басқа да рулар.
Бабырдың ұрпағы Ахбар 16 ғасырда Үндістанды бір мемлекетке біріктіреді. Түркілер Үндістанды бір мемлекетке біріктіреді. Моғолдардың тұсында Үндістанның көркеюі басталады. Қалалар, жолдар салынады. Әлемнің 7 кереметінің бірі Тадж-Махал кесенесі салынады. Бабыр династиясы Үндістанды 300 жыл бойы басқарады. 18 ғасырда империя әлсірей бастайды. 19 ғасырдың басында ағылшындардың Үндістанды отарлауы басталады. 1858 жылы ағылшындар империя институтының таралуын жариялайды. 1877 жылы патшайым Виктория Үндістан императоршысы мәртебесіне ие болады. Түркілер Үндістан мен Пәкістан тарихында терең із қалдырады. Қазіргі уақытта түркі-моғолдардың ұрпақтары Үндістанның батысында өмір сүреді. Олардың саны 3 миллионға жуық және Пәкістанда шамамен 2 миллион адамды құрайды және осы елдердің саяси өміріне белсенді қатысады. 2005 жылы Пәкістан Моғолдар империясының негізін қалаушы Бабыр деп аталатын 3000 километр ұзындықтағы ядролық оқ тұмсықты қанатты зымыран ойлап табады. Наймандар республиканың оңтүстігінде Тәжікстанмен шекаралас кең алқапта Баткен облысында өмір сүреді. Олардың Байбол, Бос, Бозторғай, Қара Найман деп аталатын 15-ке жуық рулары бар. Найман хандығы құлағаннан кейін Наймандар Шыңғыс хан империясындағы оның ұлдары Үгедей мен Тұлы ұлыстарының құрамына кіреді. Олар 13 ғасырда Монғолия аумағында қалады. Найман рулары Монғолияда және Қытайда, ішкі Монғолияда өмір сүреді. Олар Найман диалектідегі моңғол тілінде сөйлейді. Ішкі Монғолиядағы наймандар арасында Найман және Дару наймандар ерекше аталады. 15 ғасырдың басынан бастап наймандар чахар құрамына кіреді. 1636 жыл наймандар хашундардың біріне кіреді. Наймандардың бір бөлігі Монғолияның орталық және шығыс бөлігін мекендеген халқа құрамына да кірген. Наймандар үлкен Их және кіші Бага деп аталатын руларға бөлінеді. Қытайдағы ішкі Монғолияның наймандары Тун Ляо округінің құрамына кіретін Найман Ци хошунында өмір сүреді. Он 14 ғасырдан бастап Үгедей мен Тұлы ұлыстарының құрамындағы наймандар бурят наймандарының құрамына жатады. Бурят наймандары Цонголдар, Батыс буряттар, Алар буряттары, Балаған буряттары, Хонгодор, Оны буряттары, Селенгин буряттары құрамында және Уренхай Хамнинг руының құрамында өмір сүреді. Бурятиядағы наймандар Шыңғыс ханның ұлдары Үгедей мен Тұлы ұлыстарының құрамына кірген орта ғасырдағы наймандардың ұрпақтары болып табылады. Наймандар немесе Маймандар кең тараған Алтай руларының бірі. Наймандар Алтай республикасының орталық аудандарында, Таулы Алтай аймағында, Оңғыдай, Шебалинск, Өз-Көксі аудандарында, Майман қала түріндегі елді мекенде және Таулы Алтай қаласында өмір сүреді. Халық жазбасында бұра маймандар туралы көрсетілген. Олар Қара Найман және Көк Қоғал маймандар болып екіге бөлінеді.